Келесі ретте бізде кәріжілік пен шынтақ сүйек. Жалпы бұлар бізде енді білек сүйектері болып саналады. Білек, антибрахийдің сүйектері болып саналады. Радиус және ульна. Әрқашанда анатомиялық позицияда міндетті түрде кәріжілік латеральды орналасқан, бас бармақ жақта. Себебі бас бармақ анатомиялық позицияда білесіздер, бізде бас бармақ латеральды, сыртқа қарайды. Сол үшін кәріжілік бізде сырт жақта, ал шынтақ сүйек бізде ішкі жақта, яғни медиаль жақта орналасқан. Соған байланысты ертең орналастырасыздар сүйектерді міндетті түрде. Ең бірінші, ал бізде енді екеуін қатар берген білек сүйектері, соның ішінде біз кәріжіліктен бастайтын болсақ, тура сондай сияқты ұзын түтікшелі сүйектер сияқты бұның да проксимальды дистальды эпифиздері, проксимальды дистальды метафиздері және бір диафизі болады, өздерінің денелері болады. Енді соның ішінде біз сразу неден бастаймыз? Проксимальды эпифизден бастасақ. Қарасаңыздар, бұл жақта несі бар? Капут радиі бар, яғни кәріжіліктің басы және оның айналасы нестеген бір буындық тегіс айналмамен қапталған. Бұл бізде циркумференция артикулярис деп аталынады. Ол не үшін керек? Себебі біз білесіздер, білектік деңгейде біз не істейміз? Супинация және пронация жасайтын боламыз. Супинация, пронация жасау мақсатында осы бір буындық беттер өзі аттас мына жақтағы инцизура радиалис, яғни кәріжіліктің несімен, тілігімен барып не істейтін болады? Байланысатын болады да, оның бетінде бізде бір буындық бет орналасқан. Оның астында бізде колум радий, кәріжіліктің мойны, туберостас радий, кәріжіліктің бұдырмағы. Бұл жақта бізде мускулус бицепс, жаңағы айтып өткен екі басты бұлшық ет бар ғой, иықтың екі басты бұлшық етінің сіңірі келіп не істейді? Жалғасатын болады, осы жерге келіп бекитін болады. Түсінікті ма? Қазір марголарын сіздерге сүйектер айтқан кезде көрсететін болам, суретте ол анық емес болуы мүмкін. Және төменгі жағында бізде дистальды эпифизінде процессус стелоидосты көруге болады, біз тәрізді өсіндісін, және оның астыңғы жағында бізде фациес артикулярис карпалис. Себебі бізде кәріжілік толығымен білезік сүйектермен байланысқан болып саналады. Ал енді шынтақ сүйектің проксимальды эпифизінде не көруге болады? Ол әрине шығып тұрған мына бір үлкен шығыңқыны, шынтақтық өсінді дейміз, алекранынды көруге болады. Алекранының ішкі жағы бізде инцизура трахлеарис. Себебі жаңағы тоқпан жіліктің шығыршығы бар ғой, трахлея хумери, соған барып орналасқан жаңағы тілікті көруге болады. Инцизура трахлеарис деп аталынады. Және оның алдыңғы жағында бізде процесс короноидеус, яғни тәждік өсіндіні көруге болады. Қазір тағы да артықтарын көрсетеміз сіздерге сүйекпен. Ал тиісінше тағы да дистальды эпифизінде бізде процесс стелоидос, біз тәрізді өсіндіні көруге болады. Және мұның артқы жағында тағы бір айтатын нәрсе туберкулум дарсали, артқы төмпекті көреміз кәріжілікте. Және оның айналасында бізде мұнау жазушы бұлшық еттердің сіңірлері орналасқан. Сол сіңірлерінің қалып кеткен жүлгелері бар. Тиісінше оларға сулци тендинеум мускулей экстенсори деп аталынады. Яғни жазушы бұлшық еттердің сіңірлерінің жүлгесі деген мағынаны білдіреді. Енді біз келесі тоқпан жілікпен байланысын көріп тұрсыздар, қалай байланысқандығы. Бұл жерде ең бірінші мына шынтақ сүйектің тәждік өсіндісі өзі аттас фосса короноидеге келеді. Алекранын қарасаңыздар, артқы жақтан бізде көрінісі жоқ дейме? Жоқ, артқы жақтан жоқ екен. Артқы жақтан бізде алекранын өзі аттас фосса алекраниға барып бекітетін болады. Ал кәріжілікті қарасаңыздар, кәріжіліктің фовея радиалис деген бөлігі бар ғой, фовея капитис радиалис, кәріжілік басының шұңқыршасы, тиісінше капитулум хумериді толықтай нестейді орап жататын болады. Білегімізді бүгіп және жазған кезімізде осы бір буын, яғни шынтақ буыны жұмыс жасайтын болады. Келесі ретте біз сіздермен тікелей қолбасы сүйектеріне келетін болсақ, қолбасы сүйектері жалпы 27 дана сүйектен тұрады. Олар қолбасын біз 3 бөлікке бөліп қарастырамыз. Ең бірінші ол білезік сүйектері, осса карпи. Одан кейін алақан сүйектері, осса метакарпи. Одан кейін бізде саусақтар, қолдың саусақ сүйектері, осса дигиторум манус болып саналады. Түсінікті ма?
Жалпылай қол бас сүйектеріміз осса манус дейміз. Маникюр деген сөзді білесіздер ғой. Маникюр деген сөз не? Жаңағы қол тырнақтарын былайша әрлеу деген мағынаны білдіреді. Негізгі түпкісі манус деген сөзден шыққан, яғни қол деген сөзден шыққан болып саналады. Соның ішінде бізде білезік сүйектеріне осса карпиге 8 дана сүйек кететін болса, алақан сүйектеріміз бізде 5 дана алақан сүйегіміз бар осса метакарпий, ал осса дигитерум манус, яғни қолдың саусақ сүйектері бізде 14 дана болып саналады. Соның ішінде біз давайте сіздермен алақан білезік сүйектеріне келетін болсақ. Білезік сүйектері 8-ден 4-4-ке бөлеміз. Жоғарғы, яғни проксимальды бөлігінде 4 сүйегіміз бар, және дистальды бөлігінде тағы 4 сүйегіміз бар. Енді біз неден бастайтын болсақ, мынау жарайды, латеральды жақтан бастайтын болсақ, ең бірінші қайық тәрізді сүйекті көреміз, осы скафоидеум, одан кейін бізде келеді ай тәрізді сүйек, ос лунатум, одан кейін бізге келеді үш жақты сүйек, ос триакветрум, одан кейін ішкі жағында бізде ос писиформе, бұршақ тәрізді сүйек бар. Сесамоидты сүйек болып саналады, ол бір адамда бар, бір адамда жоқ сүйек болып саналады, және буындардың арасында кездесетін сүйек болып саналады. Ал дистальды төртеуі ол бізде латеральды жақтан бастайтын болса, ос трапезиум, трапециялық сүйек, ос трапезоидеум, трапеция тәрізді сүйек, ос капитатум, басты сүйек деп аталынады, және де одан кейін ос хаматум, яғни ілмек тәрізді сүйек деген мағынаны беретін болады. Ішкі жағында оның бізде хамулус остис хамати, яғни ілмек тәрізді сүйектің ілмегін көруге болады. Ұстап көрсеңіздер, өздеріңізге де бұл ілмек байқалынады. Одан кейін бізде алақан сүйектері, білесіздер, осса метакарпий, тиісінше метакарпий примус, секундус, одан кейін үшінші латынша қалай болады? Терциус, төртінші квартус және квинтус, бесінші. Түсінікті ма? Солай бізде 5 барлығы да рим цифрларымен белгіленетін болады, және де олардың негізгі нелері бар, олардың негізі бар, базис оссис метакарпий, денесі бар, корпус оссис метакарпий, және де олардың басы бар, капут оссис метакарпий. Барлығында осы заңдылық сақталынады. Келесі ретте бізде енді қол саусақтарының сүйектері, мынау бас бармақта полицисте тек қана 2-ақ саусақ сүйегі болады. 2 ғана фаланга болады. Түсінікті ма? Ол бізде тиісінше проксимальды, дистальды фаланга. Ал қалған 4 саусағымызда бізде 3-3-тен фаланга болатын болады. Олар тиісінше бізде проксимальды фаланга, ортаңғы фаланга, фалангс медиа деп аталынады, фалангс проксималис, фалангс медиа және дистальды фаланга, фалангс дисталис деп аталынатын болады. Түсінікті ма? Және олардан алақан сүйектері сияқты негізінен, денесінен және басынан құралады. Білезік сүйектер мен білек сүйектері және өзара байланысуы, тиісінше қалай байланысқандығын көбінесе қарап тұрғандарыңыздай 3-тен 1 бөлігін бізде ос радий, яғни жаңағы кәрі жіліктің білезіктік буындық бетімен не істейді? Байланыс құрады білезік сүйектері, соның ішінде проксимальды білезік сүйектері, және олардың бір-бірімен байланыс құру сәтін көріп тұрсыздар. Енді сүйектерді оқыған кездегі ең басты лайфхак ол әрқашанда сүйекті өзіңіздің анатомиялық позицияңызда дұрыстап ұстау болып саналады. Түсінікті ма? Яғни ең бірінші сүйекті, мысалға тоқпан жілікті айтқан кезде, ол тоқпан жілік сізде қалай тұр? Бұл сүйек тура солай ұстап аласыздар. Ол үшін не істейсіздер? Ең бірінші оның басына қарайсыздар тоқпан жіліктің, және де мына жақтағы орналасқан 2 шұңқырына қарайсыздар. Және эпикондулюс медиалисі қатты шығыңқы болған, соғанда қарасаңыздар болады. Мынау бізде тиісінше қай жақтікі? Оң жақтық тоқпан жілік. Олай алу себебі неде? Ең бірінші сүйекті. Себебі анатомиялық жазықтықтарды дұрыс айтасыздар. Қай жағы артқы бет, қай жағы алдыңғы бет, қай жағы сол жақ, қай жағы оң жақ, қай жағы жоғары, қай жағы төмен деген сөздерді сіздер осы сүйекті өзіңіздің позицияңызға қарай алып айтсаңыздар еркін болады. Енді біз сіздермен анатомия практикасына көшетін боламыз. Ал бізде мынау кәрі жілігіміз бұл сол жақты кәрі жілік болып саналады. Тиісінше енді бастайтын болсақ, ең бірінші тағы да бұның тура сондай түтікшелі ұзын сүйектерге тән
қасиеті бар. Тиісінше проксимальды дистальды эпифиздері болады, проксимальды дистальды метафиздер болады, және бір диафиз болады ортасында. Соның ішінде біз проксимальды эпифизін айтатын болсақ, ол ең бірінші біз капут радийді көреміз. Мен соны ұстап тұрмын. Капут, яғни кәріжілік сүйегінің басы. Және оның айналасы теп-тегіс болып көрінген, жаңағы теп-тегіс болып тұрады. Бұл бізде циркумференция артикулярис деп аталынады. Не үшін жаңа теориялық сабақта айттым, бұлар жаңағы пронация, супинация жасау мақсатында немен жаңағы шынтақ сүйектің өзі аттас шұңқырмен байланысады, сондай қозғалыстарды бізге беретін болады. Келесі ретте бізде мынау басында, проксимальды эпифизінің басында бізде бір шұңқыршаны көруге болады. Фавея капитис радий деп аталынады. Яғни кәріжілік басының шұңқыршасы. Бұл арқылы біз немен байланысады? Капитулум хумеримен байланысатын болады. Түсінікті ме? Осы бір жаңағы фовеясы арқылы, шұңқыршасы арқылы. Келесі ретте мен енді кәріжіліктің мойнын ұстап тұрмын. Проксимальды метафизінде колум радий деп аталынады. Және медиалды жақтан бізге не көруге болады? Бір тубероситас радий. Яғни кәріжіліктің бұдырмағы. Бұл бұдырмаққа бізде мускус бицепс брахийдің сіңірі тендоны келіп неғылады, жалғасады, келіп бекиді. Енді корпус радий деп аталынады. Сонымен қатар мына бір жақта бірден біз сіздермен дистальды эпифизіне қарай өтейік. Дистальды эпифизінде көбінесе мынау артқы жағында көрінеді. Мынау туберкулум дарсали, артқы төңбекті көруге болады. Сонымен қатар бірнеше жүлгелерді көруге болады. Бұл бізде экстенсорлы бұлшықеттер бар ғой, экстенсорлы, яғни жазушы бұлшықеттер. Сол жазушы бұлшықеттерінің жасап кеткен, жазушы бұлшықеттерінің сіңірлерінің жасап кеткен жүлгелерін көруге болады. Тиісінше бұларға біз не дейміз? Sulci tendinei musculi extensori деп атаймыз. Және де мына жақта ішкі медиалды жағында бір тілікті көреміз. Бұл тілікке инсизура ульнарис деп атайтын боламыз. Себебі шынтақ сүйектің циркумференция артикуляция, яғни буындық айналмасы келіп неғылады, байланысатын болады. Сонымен қатар басқа не айтуға болады? Енді денесіне келетін болсақ, денесі бұл жақта да бізде жаңағы форамен нутрициум қоректік тесіктері орналасқан, және де бұның да бізде 3 жиегі және 3 беті болады. Ең бірінші жиегін айту үшін әрине бұның қай жақтық екенін біз біліп алуымыз керек. Бұл жаңа айттық, сол жақтық кәріжілік деп айттық. Соған байланысты бізде мына жақтағы өткір бір жиегіне біз маргоинтерессе деп атаймыз. Маргоинтерессе бұл бізде сүйек аралық жиек болып саналады. Неге? Себебі мынау енді бізде оң жақтықы болса да түсіндірейін. Маргоинтерессе, яғни шынтақ сүйектің маргоинтерессесімен бірігіп, екеуі бір-біріне қараған, яғни сүйек аралық жиектері болып саналады. Және олардың арасында бізде мембрана интерессе, яғни сүйек аралық жарғақ болады. Жаңа теориялық сабақта айтудан ұмытып кеттім. Сол жарғақ жақсы көрінген, сүйек аралық жарғақ орналасқан. Кейін синесмология бөлімінде сол жарғақ туралы айтатын боламыз. Яғни сол жарғақ бізде екі сүйектің арасын толтырып жататын болады. Марго интерессе, одан кейін марго антериор, алдыңғы жиек, және артқы жиек, марго постериор. Соған байланысты 3 бетке бөлінеді. Қандай жиек? Қандай беті? Фациес антериор, фациес латералис және фациес постериор. Алдыңғы бет, латеральды бет және артқы беті болып саналады. Негізгі осы. Келесі ретте біз сіздермен неге өтеміз? Шынтақ сүйекке қарай өтетін боламыз. Шынтақ сүйек бұл бізде медиалды жақта орналасқан сүйек болып саналады. Бұның да анықтау үшін ең бірінші мынау алекраныны, яғни мынау шығыршықтық тілігі алға қарайды, және де мына жақта кәріжіліктік тілігі әрқашан латеральды қарайды, және процесс стелоидеус бар тұғын мына жақта, бізде мына сынып қапты, ол бізде медиалды жаққа қарайды. Сол себепті бұл бізде оң жақтық шынтақ сүйек болып саналады. Оң жақтық шынтақ сүйек. Тиісінше біз айтатын болсақ, ол ең бірінші проксимальды және дистальды диафиздерінен бастаймыз, эпифиздерінен, және де проксимальды, дистальды метафиз, және ортасында диафизі болатын болады. Ең бірінші бізде ол әрине көрінетін
проксимальды эпифизінде олекранын шынтақтық өсінді болып саналады, және де оның ішкі жағында бізде инцизура трахлеарис. Неге? Себебі трахлея хумеримен не істейді? Бұл жақ байланыс жасайтын болады. Түсінікті ме? Келесі ретте мына жақта бізде процесс короноидеус орналасқан, тәждік өсіндісі. Және мына жақта бізде латеральды жағында инцизура радиалис ненің несі орналасқан, кәріжіліктік тілік орналасқан. Неге? Себебі кәріжіліктің буындық айналмасы осы жерге келіп байланысатын болады. Сол үшін осындай тілік қалыптасқан. Келесі ретте мына жақта қарайтын болсаңыздар, нені көруге болады? Криста супинаториусты көруге болады. Криста супинаториусты көруге болады. Мына жақта бізде бұл супинатор бұлшық етінің несі қыры болып саналады. Келесі ретте проксимальды эпифизінде тағы нені айтуға болады? Мына жақта буындық беті болады, фациес артикулярисі, және де мына бір тұста бір бұдырмақты байқауға болады. Бұл бұдырмақ бізде тубероситас ульна деп аталынады. Ол жаққа мускус брахийдің несі сіңіршесі келіп бекитін болады. Түсінікті ма? Енді біз тікелей дистальды эпифизіне келетін болсақ, бұл жақта дистальды эпифизінде біз нені көреміз? Буындық айналманы, циркумференция артикуляристі көруге болады. Мына жақта бізде процессус телоидеус, біз тәрізді өсіндісін көруге болады. Тесінше бізде мына жақта коллум ульнарис деп атап жатады кейбір әдебиеттерде. Түсінікті ма? Яғни шындақ сүйектің мойны. Ал денесіне келетін болсақ, денесі бізде корпус ульна, тесінше бұл жақта да форамен нутрициум деген қоректік тесіктері бар, және де оның бізде жиектері бар. Жиектері қалай аталынады? Ең бірінші бұл марго интероссе сүйек аралық жиек, марго антериор алдыңғы жиек, және артқы жиегі марго постериор. Тесінше беттері болады. Фациес антериор алдыңғы бет, фациес медиалис себебі медиалды бетке қараған, және фациес постериор артқы беті болып саналады. Негізгілері осы болып саналады. Түсінікті ма? Келесі енді қол басы. Бізде жаңа айтып өттік, осса манус үш бөлікке бөлінеді. Осса карпалис білезік сүйектері, осса метакарпий алақан сүйектері, және осса дигиторум манус қол саусақтарының сүйектері. Соның ішінде біз ең бірінші осса карпийден бастайтын болсақ, ол 8 сүйектен құралған. Оның ішінде проксимальды 4, және дистальды 4 сүйегі болып саналады. Мына жақта анық емес екен, сол үшін мына жақтан көрейікші. Мына жақтан жақсы көрінген скелетімізден. Бұл бізде ең бірінші латералды жақтан бастасақ, не көруге болады? Әрине, мына бір тұстан бізде қайық тәрізді сүйек, қайыққа ұқсаған қарасаңыздар, оскафоидеум деп аталынады. Мына жақта бізде ослунатум ай тәрізді сүйек, содан кейін мына жақта бізде келеді остриакветрум үш жақты сүйек, және оның ішкі жағында бізде медиалды жағынан ішкі жағынан жақсы көреміз, ол осписиформия деп аталынады, бұршақ тәрізді сүйек. Енді дистальды төртеуінен бастайтын болсақ, латералды жақтан бізде острапезиум, трапециялық сүйек, острапезоидеум, трапеция тәрізді сүйек, оскапитатум басты сүйек, және де осхаматум ілмек тәрізді сүйек, және оның бізде ілмегін көресіздер міне, хамулус остис хамати деп аталынады. Сесінше метакарпустарымыз, жаңағы айтып өтуге ұмыттым, процессус телоидеустерін көрдіңіздер ме? Мына жақта өте жақсы көрінген. Мынау бізде кәріжіліктің процесс телоидеусы, біз тәріздесіз, ал мынау бізде жаңағы шынтақ сүйектің процесс телоидеусы өте жақсы көрінген. Енді біз тікелей осы метакарпийге келетін болсақ, оның жаңа айтып өттік, несі болады? Ол үш бөліктен тұрады: базис осис метакарпий негізінен, корпус осис метакарпий денесінен, және де капут осис метакарпий, және оның басынан тұрады. Қарасаңыздар, кейбір жерде сесамоидты сүйектерді көруге болады, осписиформия, яғни бұршақ тәрізді сүйектер болып саналады. Яғни бұл тұрақты емес, вариациялық сүйектер болып саналады. Енді келесі біз қол саусақтарына, осса дигиторум манусқа келетін болсақ, бізде бұл жерде тек полицис, яғни бас бармағымызда ғана екі ғана фаланга бар, ол бізде фалангс проксималис және фалангс дисталис. Ал қалған фалангаларымызда бізде үш фаланга бар, фалангс проксималис, фалангс медиа және фалангс дисталис деп аталынады. Тесінше олардың да тура сондай заңдылық сақталынады. Олар негізі, денесі және
басы болады. Мына жақта бізде туберостас дигиторум капитистері орналасады, себебі осы жақта бізде жаңағы тырнақтық өсінділеріміз шығады. Негізгі осы.